Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде Сиверс алмасының гүлдеуі 2023 фестиваль өтті. Мақсат қоғам назарын жетісудың брендіне айналған Сиверс алмасын сақтап, көбейту жұмыстарын аудару. Өйткені жер бетіндегі бүкіл алмалардың атасына баланған бұл жеміс түрі сонау динозаврлар заманынан бері бар. Кейінгі жылдары қызыл кітапқа енді. Сол себепті Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне жыл сайын 60-70 мың түп Сиверс алмасының көшеті отырғызылады. Саябақ аумағы 356 мың гектар жерді алып жатса, соның 10 мың гектарында жетісудың мақтанышына айналған Сиверс алмасы өседі. Бұл алма түрінің осыдан 165 миллион жыл бұрын пайда болған 2002 жылы британдық биолог генетик Бэрри Джунипер анықтаған. Ғалым жер бетіндегі бүкіл алмалардың атасы, қазіргі Қазақстан жері деген қорытынды жасады. Біздің Сиверс алмасынан 300-ден артық мәдени алма сорттар алынған. Соның барлығының ата тегі Сиверс алмасы екенін жаңағы тек қана біздің лабораторияларда емес, дүниежүзілік лабораторияда зерттеліп мойындалды. Бұл тек қана Қазақстан үшін, тек қана Орта Азия үшін емес, дүниежүзілік маңызы бар өсімдік. Енді біздің өзіміздің паркымызда бүгінгі жұмыс істеп тұрған 12 маршрутымыз бар. Соқпақтар дейді ғой, соғымыз бар. Олар істеп тұр. Мына Япониядағы сакура дейді ғой, соның гүлдеу кезі оларда уже бүткіл национальный традиция болып жатыр. Өздерінің мемлекеттің үлкен бір тойы болып жатыр. Соны бізде осыны сондай дәрежеге жеткізсек пе деген ойымыз.